Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қозғалыс сыры. Бүгінгі сабақта сіздер бұлшық ет туралы білесіңдер, адамның қалай қозғалатынын түсінесіңдер. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері бұлшық еттер жиырылу. Суреттегі қаңқа бөліктеріне қара. Олар не үшін керек деп ойлайсыңдар? Бас не үшін керек? Тұлға қаңқасы, қол, омыртқа, жамбас, аяқ қаңқа сүйектері не үшін керек? Осы қаңқа сүйектерін сыртын бұлшық еттер жауып тұрады. Ол көрінбейтін күштілер деп атаймыз. Мысалы, адам штанганы көтергенде не сезінді? Қолдарындағы бұлшық еттер жиырылды. Біздің ағзаларымыздың негізгі мүшелерінің бірі бұлшық еттер. Олардың көмегімен біз түрлі қимыл қозғалыс жасаймыз, қаламыз, ұстаймыз, жүгіреміз, секіреміз, заттарды көтереміз, лақтырамыз, жүзімізден түрлі эмоцияларды көрсете аламыз. Яғни адамның қаңқасы дене бітімін жасаса, қаңқаның сыртындағы бұлшық еттер адамды қимыл қозғалысқа келтіреді. Бұлшық еттер, суреттегі бұлшық еттерге қара. Олар қандай сипатта, қайда орналасқан? Бұлшық еттер не үшін керек? Адамның бұлшық еттері әртүрлі көлденеңнен, тігінен орналасқан. Олардың әрбір бөліктері әртүрлі қызмет атқарады. Яғни, егер біз қолды көтерсек, қол жақтағы бұлшық еттер қолдың қозғалысына көмектеседі. Жалпы бұлшық еттер адамның қозғалысын келтіреді. Бұлшық ет болмаса, адамның қозғалысы болмайды. Осы адам қозғалыс сыры туралы келесі бейне материалдан қараңыздар. Үйлестірілген қозғалыс тірі жануарларға тән ең маңызды сипаттамалардың бірі. Көптеген эукариоттарда қозғалыс жасушада болатын цитоқаңқа нәруыздарының арқасында мүмкін болды. Жануарлар жиырылғыш ұлпалар немесе бұлшық еттермен шектеледі. Бұлшық еттің үш түрі бар: қаңқа бұлшық еті, жүрек бұлшық еті және бірыңғай салалы бұлшық еті. Бұл бұлшық еттер жүйке жүйесінің бақылауындағы жиырылулар арқылы күш тудырады. Қаңқа бұлшық еттері қаңқамен айтарлықтай тұтасып кеткендіктен осылайша аталады. Біздің ерікті бақылауымызда қаңқа бұлшық етінің әрбір жасушасы немесе талшығы перифериялық жүйке жүйесінің ұшымен байланыс түзеді. Бұл байланыс жүйке бұлшық ет байланысы немесе қозғалтқыш жүйке ұштары деген атпен белгілі. Қаңқа бұлшық еттерінің негізгі қызметі денені белсенді түрде қозғалысқа келтіру. Сонымен қатар, осы бұлшық еттер тіл, жұтқыншақ және көмей бұлшық еттерінің қимылына байланысты сөйлеу, дыбыс шығару қабілеттеріне мүмкіндік береді. Денедегі ең кішкентай қаңқа бұлшық етіне үзеңгі бұлшық еттер жатады. Олар есту барысында құлақ сүйектерінің орналасу жағдайларының реттелуіне жауапты. Ал сен білесің бе, адам ағзасында барлығы 640-тан бастап 850-ге дейін бұлшық ет бар екен. Адам жай жүргеннің өзінде 200 бұлшық ет қимылдайды. Адамның ең төзімді бұлшық еті жүрек, ең қысқасы үзеңгі, ол құлақтағы дабыл жарғағын қатайтады. Бір қызығы, жүрек пен жалпы бұлшық етке пайдалы өнім ащы шоколад екен. Яғни ащы шоколад жесек, ол бұлшық етке пайдалы екен. Жарыстардан, жаттығулардан кейін спортшылар терең дем алу қажеттілігін сезінеді. Себебі бұлшық еттерге қосымша оттегі қажет. Өткен ғасырда полиомиелит ауруы балаларға нақты қауіп төндірді. Қазіргі кезде балаларға бұлшық ет ауруына қарсы екпе егеді. Яғни полиомиелит ауру дегеніміз бұлшық ет ауруы. Жүрек ең маңызды бұлшық ет. Егер сіз спортпен шұғылдансаңыз, ол дамып мөлшері ұлғаяды. Осылайша қан айналымын жақсартады. Дене шынықтырумен қатар демалыс дұрыс ұйымдастырылуы қажет. Ал сен білесің бе, адам ағзасындағы ең кішкентай бұлшық ет шайнау бұлшық еті. Ол жаңағы бет қаңқасында орналасқан. Ең кішкентай бұлшық ет құлақтың ішінде болады. Ол кішкентай есту сүйекшелеріне бекітілген.
Сабақты қорытындылайық. Бұлшық ет туралы бүгін білдіңдер, адамның қалай қозғалатынын түсіндіңдер, құрылған жоспарға сәйкес қорытынды жасадыңдар. Енді бейне сабақтың астында сілтемеге өтіп, бүгінгі тапсырманы орындайық. Сіздердің алдарыңызда осындай сурет берілген. Бұл жерде қаңқа сүйектері мен бұлшық ет сүйектері берілген. Осы сүйектерді белгілеу арқылы сіздер тапсырманы орындайсыздар. Бүгінгі сабаққа өздеріңізді бағалаңыздар. Егер барлық сабағы түсінікті болса, жасыл түс пен желкенді таңдайсыздар. Егер сары түске сабақта сұрақтар болса, ортаңғысын белгілейсіздер. Немесе түсінбесеңіздер, қызыл түске